Бүгін мен 1 тоннадан астам ауыр көтерген Қазақтан шыққан қара күш иесі Балуан Шолақ жайында айтатын боламын. Достар, егер сіздер YouTube'тан айына 1 миллионға дейін табыс табуды қаласаңыздар, мен төменде қалдырған сілтемеге өтіп толық ақпарат біле аласыздар. Нұрмағамбет Баймырзаұлы 1864 жылы Сарыарқа бойында дүниеге келген. Кеңес одағында жазылған кітапта оны Шу бойында туылды деп келтірсе де, кейіннен оның көзін көрген адамдар келтірген деректерде Балуан Шолақты Сарыарқа тумасы, дәлірек айтқанда Ақмола облысы Бұланды ауданында туып өскені айтылады. Оның ұрпақтары да оның Шу өзенінің бойында туылғанын жоққа шығарды. Балуан Шолақ бала кезінен басқалардан ерекше күш қуатымен ерекшеленді. 14 жасында күрескенде ересек ірі адамдардың өзін оп-оңай жер жастандыратын. Сондай-ақ әртүрлі тәсілдермен жылқы үстінде өнер көрсетудің шебері болды. Тіпті ат құлағында ойнайтын көшпенді халық та Балуан Шолақтың жай адам істей алмайтын өнеріне тәнті болатын. Сонымен қатар өзі секілді жігіттерді жинап, домбырамен өлең айтып, ел аралап серілік құрды. Серілікпен ел аралауы барған жерлерінде өзінің қара күшімен және жылқы үстінде көрсететін өнеріне байланысты халық арасында әйгілі болып танылды. Көкшетауда болған жиындардың бірінде ел алдына шығып 51 пұт, яғни 835 килограмм болатын тасты көтеріп, бәрін таңғалдырды. Бірнеше жылдан соң 67 пұт, яғни 1 тонна 97 килограмм тасты жерден көтерді. Бұл мәліметтердің бәрі көпшіліктің көзінше орын алып қағаз бетіне түскен болатын. Егер қазақ тарихшылары Ресейден Балуан Шолақ жайлы құжаттарды алдыртса, әлемдегі ең күшті адам 1 тонна 97 килограмм көтерген Балуан Шолақ екенін мойындатар еді. Оның дене құрылысы да басқалардан өзгеше болатын. Адамдар Балуан Шолақтың басқа жерін айтпағанда, білегінің өзі адамның саны секілді өте жуан болғанын айтқан. Ал оның туыстары Балуан Шолақтың омыртқа жотасы қалың бұлшық етпен қапталғанын айтқан. Соның нәтижесінде Балуан Шолақ аса ауыр салмақтарды омыртқасын зақымдамастан оңай көтере беретін. Бірде ауыл маңында байдың өте ірі бұқасы босанып кетіп, адамдарға шабуылдап елдің зәресін ұшырды. Ол бұқа жылқының бойындай өте дәу болғасын, ешкім оны ұстай алмады. Сонда шабармандар Балуан Шолаққа жетіп келіп, ешкімге бой бермейтін бұқа босанып, елдің есін шығарып жатыр деп көмек сұрады. Балуан Шолақ лезде жетіп барды. Бұқа да оны көріп тұра ұмтылды. Сонда Балуан Шолақ бұқаның мүйізінен ұстаған күйі басына салып қалып еді. Бұқа сол мезетте гүрс етіп құлап түсті. Адамдар келіп қараса, жойқын соққыдан бұқаның басы қақ ортасынан жарылып өліп жатқанына куәгер болған. Көшпенді қазақтар мен екінші орыстардың арасында дау туындаған кезеңде орыс шаруалары қолдарына орақ, тырма, шалғы алып бейбіт қазақтарға қарсы тұра ұмтылған болатын. Сонда адамдар Балуан Шолақты көмекке шақырғанда, Балуан Шолақ тез арада шауып келіп орыстармен бейбіт мәмілеге келуге тырысқан. Бірақ орыс шаруалары көнбегенмен қоймай, Балуан Шолақты қоршап алып шабуылдауға әрекет жасай бергенде, бұл Балуан Шолақты ызаландырып, ол қолындағы қамшысымен-ақ бәрін жайратып жіберген. Оның соққысы ауыр болғаны сонша, қамшымен ат үстіндегі адамды ұрғанда бәрі бірінен соң бірі жерге есі ауған күйі домалап түскен. Ал жылқысына тисе, жылқылардың есі шығып, есін ұмытқан күйі жан-жаққа безіп кеткен болатын. Нәтижесінде келген орыстар жаппай таяқ жеп, бейшара халде қайтуға мәжбүр болды. Омбыға Николай II келе жатқан соң, үлкен той ұйымдастырылды. Оған қатысқан Балуан Шолақ 20 жігітті бөренеге отырғызып қойып көтергенде, таң қалмаған адам болмады. Орыстың мықты деп танылған балуаны Северді де қарсылас көрмеді. Бұл оқиғаны тамашалап отырған Николай II риза болған күйде қолындағы сағатын шешіп бере салған. Сонымен қоса, басқа да ақшалай сыйлықтарды тарту етті. Қоянды жәрмеңкесінде орыстың әйгілі балуаны Иван Корен Балуан Шолақты күреске шақырды. Балуан Шолақ оны әп-сәтте жеңіп тастағанмен қоймай, қабырғасын сындырып жіберген болатын. Балуан Шолақтың қаржылай жағдайы жоғары, атағы жер жарған бола тұра, небір сұлу қыздарды өзіне қарататындай мүмкіндігі болса да, қарапайым қымыз сатушы Ғалия деген қызға ғашық болып үйленген болатын. Мұны көрген қасындағылары, ағасы, бұл қызды қалайша ұнатып қалдыңыз дегенде, Балуан Шолақ оны түсіну үшін сендер оны менің көздеріммен көрулерің керек деп жауап берген болатын. Әйгілі Қажымұқан Балуан Шолақты қатты құрметтейтін. Ол Балуан Шолақ жайлы
Ол менен де күшті болатын. Онымен күш сынасқанымда алып батырлығына қайран қалдым. Дегенмен балуан шолақ белбеусіз французша күреске жарамайтын еді, себебі ол үшін 10 саусақ түгел болуы керек. Егер оның саусағы түгел болғанда даңқы дүниеге мәлім болар еді деп мойындады. Балуан шолақ 1919 жылы 55 жасында қайтыс болды.